жыл мөлшеріне мысал. 2 литр суымыз бар, бастапқы температурасы 20 градус. Суды қайнату үшін қажет энергия мөлшерін анықтау керек. Қайнаған кезде соңғы температура 100 градус білеміз. Енді мәселе, мына жерде бізде 2 литр су беріп тұр. Тек қана су үшін 1 литр судың массасы 1 килограмм болады. Сонда біздің массамыз қанша? Мына жерде 2 килограмм. Енді жылу мөлшерінің формуласына қояйық. Q тен М С дельта Т. Массамыз бізде 2 килограмм. Мешітті жылу сыйымдылығы су үшін біз айтып кеттік 4200. Енді көбейтілген дельта Т. Енді мына жерде бізде температураның айырмашылығы болғандықтан, мына жердегі температураның Цельсийден Кельвинге айналдыруын қажеті жоқ. Онда дельта Т бізде 100 минус 20. Сандарды орнына қоятын болсақ, 2 көбейтілген 4200 көбейтілген 80. Бұл тең болады 672 мың джоуль.